Бәріне сәлем. Ланселот роботын сатып алатын кезде келді. Сатып алмас бұрын мен арнайы новичоктар серверіне түсу үшін осы гепард роботтарын соғысқа дайындап қойдым. Өйткені қазір сатып алатын Ланселотымыз бірінші уровенде болады. Бірақ новичоктар серверіне түспеуіміз де мүмкін. Өйткені новичоктарда Ланселот роботы болмайды. Қазір сменить робота, магазинге кірейік. Так, Ланселот роботын табайық. Мінекей, өзі де үлкен робот. Көре салайық айналасын, жан-жақтарын. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда алдында защитасы бар. Защитасының өзі 3-ке бөлінеді. Яғни біреу бұзылса, екеуі қалады. Ал енді достар, сатып алайық. Так, осындай нәрселер маған мүлде ұнамайды. Қайтадан кіруге тура келеді енді. Мінекей достар, көптен күткен роботымыз. Енді қару-жарақтарын өзіміздің қару-жарақтарымызға өзгертейік. Яғни мықты қару-жарақтарымызға орканды қояйық. Так, екінші оркан. Және тандырды қояйық. Так, мінекей достар, Ланселот роботына өзіміздің оружиемізді қойдық. Қазір улучшение сразу баса салайық, 5 минут екен. Мінекей. Ал енді соғысқа барайық, соғысқа шығайық қой. Так. Мінекей. Ойын басталды. Роботымызды таңдайық. Көріп отырғандарыңыздай, мұнда новичоктар емес, кәдімгі прокачанный жігіттер болып шықты. Өкінішке орай. Так, ана маякты алатын адам бар ма екен өзі? Лео роботы алайын деп жатыр. Лео роботын басқарып отырған бала. Мінекей, осылай көрінеді Ланселот роботы. Атсақ мынандай болады. Өте үлкен робот. Көлемі бойынша. Енді Наташа, Фьюри дегендердің кішілеу, кішкентайлау енді. Бірақ бұлай семізділігі деймін, не дейді, сондай бойынша ірі. Так, қарсыластарға жақындайық. Алдымызда қорғанысымыз бар, сондықтан мына сталкердің оғы бізге тимей тұр. Өкінішке орай біздің сол жағымыздан тағы Рино роботы атқылап жатыр. Өлдік та қалдық әне. Короче, бұл роботты качеттау керек екен. Бәрібір қарсыласымыз прокачанный адамдар болады. Так, алдымызда Рино роботы шыға келді. Қашуымыз керек. Оғымызды атып жіберейік. Ой, бұй. Давай. Жерге түсіп кеттік, сонда да бізді мына Пинатор роботы бізді атқылады 4 магнуммен. Қарсыластарымыз жаман екен. Өзімде прокачанный роботтары бар. Серверге түспін, прокачанный игроктары бар.
яғни бұл Lancelot роботы мен новичоктардың серверіне түсу мүмкін емес деген тұжырымға келіп отырмын. Енді көп ойнасаңыздар түсіп қалуларыңыз мүмкін, бірақ өте редко болады онда жағдай. Мына Гриффинда сол роботтың көзін жоюға тырысайық. Артымызда Рено роботы өліпті уже. Так, сол жақтарымызға қарап қояйық, кімді атуға болады деген сұраққа жауап беріп. Так, мінекей астымызда бір робот, Паттон роботы, бағана мені өлтірген робот, мен роботтың көзін жойған робот қарсылас. Оң жағымда мені атпақшы. Так, осы роботтың көзін ұртайық. Маякты алуға тырысайық, өйткені жеңуіміз керекпіз. Роботтарым слабый болса да, мен қазір жақсы ойнауға тырысып жатырмын. Өйткені новичоктардың серверіне емес, прокачанный игроктардың серверіне түсіп кеттім. Сондықтан тығылып ойнауға тура келеді. Қашу керек. Досымызға көмектесейік. Көріп қалып жүрсе. Не дегенмен, Рено роботы ол. Так, мына жақтан екінші жақтан біз көмектесейік. Біздің досымызды өлтірген сияқты. Мінекей осылай атамыз. Маякты кішкене долго ұстап тұру керек, барынша жеңіске жету үшін. Алдымызда өрмекші роботы, 3 тараны бар. Так, қашып ойнау керек. Мына роботтың көзін құртуға тырысайық. Мынау Фройде Паттон роботы. Так, оң жағымыздан Рено робот келе жатқан сияқты. Я тура айтыппын. Онда көзін жоюға тырысайық. Жаны өте аз қалды. Мінекей өзі өлтірдік, көзін жойдық. Енді мына Паттон роботы қалды. Оның да көзін жойдық. Мына жаққа жылжиық. Так, көріп отырғандарыңыздай қарсыластың Паттон роботы қашып кетті. Артынан біреу атып жатқан сияқты ма? Бұл біздің досымыз екен. Мына жоғарыдағы роботтың көзін жоюға тырысайық. Мынау бізде Лео роботы алдымызда тұрған. Мінекей 2 ғана роботымыз қалды. Сонда да тырысу керек жеңуге. Келесі жолы мұндай нәрсені қайталамаған дұрыс екен. Lancelot роботын новичоктар серверіне кіргізе алмайды екенбіз. Так, мына қарсыласқа оғымыз жетеді. Мына жақта Рено роботы келе жатыр. Қазір мені атпайтын болады. Ыңғайланып алайын деп жатыр. Так, біздің досымызға атып жатыр, Сталкер роботын. Көмектесейік бізді барып. Так, мына жақта қарсыластың Сталкер роботы бар. Давай.
Ой, бұл мына ыңғайсыздау мына. Осы нәрсе ыңғайсыздау енді. Мінекей достар, қарсыластың сталкер роботының көзін жойдық. Мына жақта жақын роботтардан мынау ғана екен, сондықтан қонысы қыртайық болады. Басқа жақын роботты көріп тұрған жоқпын. Мына робот екен, бірақ бұған біздің оғымыз жетпейді. Так, қайсысы жақын тұр, соны көздейік. Алғанша 354 метр, бұдан мынау жақындау. Сондықтан осынан құртуға тырысайық. Бізді екінші жақтан атқылап жатыр Гриффин роботы. 2 таран, 2 магнумы бар екен. Мына жақтан тағы Carnage роботы келе жатыр. Өкінішке орай бұл роботта 2 Thunder, яғни жақыннан бізді спокойно өлтіріп тастайды, көріп отырғандарыңыздай. Жеңеміз ба, жеңілеміз ба, білмеймін, короче. Өйткені бізде роботтар азайды. Мынау менің соңғы роботым, сондықтан білмей тұрмын, жеңеміз ба, жеңбейміз ба. Так, ойнауға тырысайық дұрыстап. Біздің командада 2 робот қалды. Ойда. Алдымызда маякты алуға көмектесейік. Последний үміт осы маякта. Так, оғым таусылып қалды. Мінекей достар, біз жеңіске жеттік. Роботым слабый болса да әжептәуір үлесімді қостым деп ойлаймын жеңуге. Окейді басайық. Так, 805 урон. Жаман емес. Сонда да біздің команда бойынша мен бірінші орында тұрмын. Урон бойынша. Қорытындыны айта кетсем, біз Lancelot роботын алсақ, онда біз новичоктар серверіне түспейді екенбіз. Сондықтан Lancelot роботын максимум 12-ші уровеньге качтай берген дұрыс екен. Сіздермен болған Skynet. Көріскенше.